Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз Қазақстан және Солтүстік Ирландия арасындағы ойынға келдік. Артынан қарап тұрсаңыздар, адамдар әлі толып жатыр. Ойынның басталуына әлі шамамен 2 сағаттай бар. Бүгін ойын туралы айта кетсек, бүгін сөзсіз Қазақстан ұтады деп ойлаймын. Себебі Солтүстік Ирландияда көптеген эпидемия, травм, көптеген ойыншылар бүгін қатыспайды, және де оларда мотивация жоқ. Себебі дәл қазір оларда 3 ұпай 5-ші орында орналасқан, және де олар бәрібірде Евроға шығуға мүмкіндіктерінен айырылды. Сондықтан да Қазақстанда, ал Қазақстан болса, оларда мотивация көп, және де шығуға өте жақсы шанстар бар. Бүгінгі есеп менің ойымша 2-0, 3-1 болып аяқталады. Бірақ ойын счетын блоктың соңында көре жатамыз. Бүгін дайындық өте серьезный уровеньде. Себебі біздің президентіміз Тоқаев ойынға қатысады, келеді. Сондықтан да барлық жерде полиция қызметкерлері тұр. Дайындық өте керемет, қатал. Президент келіп, бүгін ұтамыз деп ойлаймыз. Мінекей водометтар. Бір нәрсе болып жатса, сумен шашып жібереді. Өте мықты дайындық, сөз жоқ. Тоқаев стадионға келіп жетті. Ортадағы VIP трибунада ұлттық құраманың ойыншылар шығуда. Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem of Kazakhstan. Мен Панавский секторға кеттім, көріскенше. Ойын басталды. Жеңіске сенеміз. Алға Қазақстан. Қазақстан шабуылы. Ойын тәртібі бұзылды. Есеп әлі 3-ші минута. Есеп әлі 0-0. Қазақстанға сенеміз. Қазақстан шабуылы. Давай, Оразов. Бақтион. Ян Бараговский. Минута, есеп әлі 0-0. Жақсы шабуыл, Солтүстік Ирландияның қақпашысы допты ұстап алды. Есеп әлі ашылған жоқ. 9-ші минута. Қазақстан шабуылы. Басқа тағы берген. Максим Самородоооов.
0-0. Асхат тағы берген. Бақтияр Зайнуддинов. Бақтияр, давай! Жақсы соққы. Бірақ қақпадан шетке кетті. Есеп әлі 0-0. Мықты, сөз жоқ. Давай, Абзал. Абзал Бейсебеков. Ойын тәртібін бұзып еді. Есеп әлі ашылған жоқ. Голдарды күтеміз Қазақстаннан. Давай, ай, Бақтияр, давай. Абзал. Нұралиев, Ян Вороговский. Жанкүйерлер төрешінің шешіміне қарсы болып отыр, наразы. Максим! Есеп 1-0! Алға Қазақстан! Бақтияр Зайнуддинов шабуылда! Бақтияр, давай! Ян Вороговский! Ойын тәртібі бұзылған сияқты. Максим Самородоовқа сары қағаз берілді симуляция үшін. Бірақ жанкүйерлер наразы. Жанкүйерлер бұл шешіммен келіспейді. Айта кетейік, бұл ойындарда бар жүйесі бар, сол арқылы да тексеруге болады. Есеп 1-0 Қазақстан алда.
Ян Бараковский. Асхат тағы берген. Еркін Тапалов. Давай, Тапа! Ой-ой-ой. Өте қауіпті соққы. Передача. Есеп 1-0. Қазақстан алда. Максим Самородоооов, Науразов. Жанкелер әлі де төрешіге наразы. Кейбір шешімдер ұнамай жатыр. Сондықтан да неше түрлі сөздерді естиміз, бірақ бұл футбол. Максим Самородоооов. Абзал Бейсебеков, Ян Бараковский. Ян, давай. Қате пас болды, бірақ Қазақстан бәрібір алда. Жігіттерімізге сенеміз. Алға Қазақстан. Зига-Зага. Волна. Жанкелер перформансы ерекше. Бірінші тайм аяқталды. Қазақстан. Солтүстік Ирландия 1-0. Максим Самородоооов гол салып кетті. Тамаша гол. Ойын туралы айта кетсек, Қазақстан жалпы сәл Қазақстан жалпы 1 сағат ойын көрсетіп отыр, жақсы. Солтүстік Ирландиядан қарағанда, және де бұл ойыннан көрініп тұр. Ойыншылардың арасындағы ойыннан көрініп тұр барлығы. Және де бағана блоктың алдында айтқан едім, менің болжамым 1-2 немесе Қазақстан 2-0 немесе Қазақстан 3-1. Және де осы болжам болады деп сенімдемін. Қазақстан ұтып кетеді деп ойлаймын. Екінші тайм басталды. Есеп 1-0. Айта кетейік, Қазақстанға сенеміз, Қазақстан ұтады. Қазақстан құрамасының ойыншылары ауысты. Ян Бараковскийдің орнына алаңға Тимур Досмағамбетов шықты. Сөзсіз Тимур біздің құрамамызға, составқа күш әкелетініне сенеміз. Алға Қазақстан. Қазақстан шабуылы. Нұралы әліп. Исламбек Қуат. Еркін Тапалов болған екен. Айта кетейік, Максим Самородоовтың орнына Исламбек Қуат алаңға шықты. Қазір шабуылшы болып, қателеспесем, Бақтияр Занудинов пен Рамазан Оразов ойнап отыр. Есеп, айта кетейік, 1-0, Қазақстан алда. Өте қауіпті пас болған еді. Ереже бұзылды деп жатыр Қазақстан ойыншылары. Жанкелер
қайта төрешіге наразы болып отыр. Варды тексер деп жатыр. Var жүйесі тексеріп жатыр. Әбден пенальти болуы мүмкін. Жоқ, пенальти жоқ екен, бәрі таза. Есеп 1-0. Қазақстан алда. Еркін Тоқаев. Допты Қазақстан шығаратын болады. Бұрыштама добы емес. Өте қауіпті сәт болды. Допты қайта Қазақстан шығарады. Мұралы әліп. Бұл сәттен ештеңе шыққан жоқ. Ойынның 63-ші минутасы, есеп 1-0, Қазақстан алда. Сол, бастысы сол. Қазақстан пайдасына айып соққы. Ой-ой-ой. Бұрыштама добы. Қазақстан құрамасында ойыншылар алмасуда. Рамазан Оразов. Қазақстан құрамында ойыншылар ауысты. Абзал Бейсебеков пен Еркін Тоқаевтың орнына алаңға Аслан Дарабаев пен Сергей Малын шықты. Қорғаныс шебімізді күшейтеді деп ойлаймын. Есеп 1-0. Алға Қазақстан. Тима, давай! Асқа тағы берген қатарынан мықты соққы болған еді, бірақ Солтүстік Ирландиялық қақпашы бұл допты ұстап алды. Қағып жіберді. Есеп әлі де 1-0. Алға Қазақстан. Солтүстік Ирландияның айып соққысы. Ойыншыларымыз бұл айып соққысына төтеп берді. Есеп әлі де 1-0, және айта кетейік, ойынның бітуіне 6 минут қосылды. Алға Қазақстан. Соққысы. Әлі де шабуылда британдықтар. Осы ойынның соңғы шабуылы мүмкін. Camına çıktım. Қазақстан 1-0 есебімен Солтүстік Ирландияны жерді
Сөз жоқ, жігіттер, айғырлар. Өте мықты ойын болды. Айта кетсек, Қазақстан бір саты мықты болып көрінді өз қарсыластарынан, және де лайықты жеңіске жетті Магомед Адиевтің шәкірттері деп айта аламыз, сөзсіз. Енді біз дәл қазір екінші орында тұрмыз. Сөз жоқ. Жігіттер, біздің жігіттер. Айғырлар. С победой. Сөз жоқ. Алға Қазақстан. Sheep, please comment the game. I thought it was a tough game, two good sides, and unfortunately Kazakhstan scored a good goal and came out on top. And so what wasn't enough to win for your team? I thought we had good chances, but yeah, we couldn't score. Their keeper made a couple of good saves, and yeah, we just couldn't put our chances away. And now North Ireland don't have chances to qualify from the group stage. So can you share with the next goals of your team? I'd say just the next two games, just go and try and win, and try to build some momentum for the next competition. So please comment the game, few words. Yeah, look, we were disappointed to lose the game. I thought we were dominant for large parts of the game, but we went behind. Obviously, the goal was a good strike from outside the box, and we didn't take the chances that we had. And you know, I think despite being dominant in a lot of areas, we lose the game, and we have to accept that Kazakhstan, obviously, you know, they won the game. So, in your opinion, what wasn't enough to win for your team? We didn't create enough in the final third. We had a lot of play and control through possession and everything, but in the final third of the game, our play was not of the quality that it needs to be at. And which player was dangerous for your team, in your opinion, today from Kazakhstan? Look, I evaluate my own team, and my focus is with my own team. Okay. What can you say about the game? Thank you very much for having me. Kazakhstan is a lovely country, and I must say it is really pleasant to visit here. I thought, well done to Kazakhstan. I thought we had the bulk of the game. I thought we had a lot of the ball. But we could have played until midnight and we would not have scored. So that was the thing. I thought the striker took his goal very well, so credit to him. But I thought we played well, but ultimately because we did not score, Kazakhstan deserved their win. You lost 5 games. What's Yes. happening to your team? We have lost 5 games. Is it 5 games now? 4 of them have been by 1 goal margin. They've all been narrow, and the other game, which is by a larger margin, we played very well and created lots of chances. So I think we are in between times. We're in a rebuilding phase. So we're rebuilding a team which is between what we had before when they qualified for the European Championships and almost qualified for the World Cup. So now we're building towards a new team for the future. What you can say about the group? The group is now, well, it is now between Slovenia, Kazakhstan, Denmark and Finland. I think the results, obviously, there are now 4 games to go. You have 1 game against San Marino, which is you will win. I think you have a real chance of qualification. I wish you very good will in your qualification. I think the Kazakhs have been wonderful hosts to us, and I think it's been very pleasant to be in Kazakhstan. I think if you beat Denmark away and win your remaining games, you will go to the Euros. I am very aware that Kazakhstan has never been to the European Championships before, and I hope you do qualify because you have really deserved it. I think you will have to play better to beat Denmark in Denmark and Slovenia, but you have played very well. Was you surprised by the results of Kazakhstan team? I was surprised by the results of Kazakhstan versus Denmark. I was very surprised because I saw that I expected Denmark to win that game. I saw it was 2-0 with 10 minutes to go. At the time we were going to have a game against Finland. I saw the results. I was in Belfast and I saw Kazakhstan had beaten Denmark 3-2, and I was very impressed. Our game against Kazakhstan, when they defeated us, I was a little surprised because I thought we should have won the game, and we made a lot of defensive mistakes which allowed Kazakhstan to win.
I didn't expect Kazakhstan to beat San Marino. Most teams in everybody, but I'm always aware that Kazakhstan is a team which is a big nation, which should be doing better at football. They have a large population. They should be doing better than they have done at football. So I think it was, whenever they were successful, it was a little bit overdue. They also defeated us at a time when the Kazakhs were in their full season and our season was ended. So I think in Kazakhstan you play football March to November. In Europe, in Western Europe, we play football August to May. So I think that is your advantage. But I was a little surprised that you beat Denmark. But I think I was surprised how well you played today and how resolute you were. Is it your first visit in Kazakhstan? This is my first visit to Kazakhstan. I have never been there. This is the furthest east I've ever been to watch Northern Ireland. I've been all around. I have to say I'm very impressed how friendly everybody has been in Kazakhstan. I arrived in Astana. Everybody was very pleasant. It was a good atmosphere at the ground. The ground was full. It was really pleasant to see. So this is my first visit, and if we play Kazakhstan again, I'd love to come back. What did you say about the atmosphere? It was very good. It was very, very good. The Kazakhstan people were very friendly. They made a lot of noise. They supported their team. They did the thunderclap, which they stole from Iceland. But it was very nice. I thought they'd get a good atmosphere. The ground was full, which we always value. You have travel around to watch football. It is a lot. You want to go and watch football whenever the ground is full and it's entertaining. The atmosphere was very good and very friendly and very positive. Thank you very much. Бүгінгі футбол күні өз дегеніне жетті. Қазақстан 1-0 есебімен Солтүстік Ирландия ұжымынан бас түсті. Ойын өте тартысты және де қызықты өтті, бірақ Қазақстан лайықты жеңіске жетті. Және де ешкім қарсы болмайды деп ойлаймын. Және де Максим Самородоовтың голын айта кетсек болады. Өте әдемі гол салып кетті. Өзінің стиліндей. Сондықтан да біз жақсы ойын көрсеттік. Дәл қазір Қазақстан екінші орында жайғасып тұр. Бірінші орында Финляндия, және Қазақстан 12-12 ұпайдан. Бірақ әлі тағы ойындар болады біздің топта. Финляндия мен Дания, және де Сан Марино мен Словения. Біз үшінші орынға бәрібірде үшінші немесе төртінші орынға түсеміз, бірақ үшінші орында қалып қалу үшін бізге Финляндия ұтылмау керек. Финляндия ұтылып қалса, біз төртінші орынға жайғасып қаламыз. Себебі ана екінші ойында менің ойымша сөзсіз Сан Марино ұтылады деп ойлаймын. Словенияға және де Сан Мариноға қарсы барлық ойындар 3 ұпай әкеледі деп айтсақ та болады. Сіздермен болған мен Бегар Сәлімхан. Сау саламатта болыңыздар.